Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңізде берекелі, мерекелі күндеріңіз көп болсын. Таңда жазылған өлеңімді оқып берейін. Қазақ жері киелі, нұр шашқан жер. Мұсылман боп Аллаға бас иген ел. Пайғамбарлар басып өткен ұлы дала. Тарих беті сайрап тұр өткендермен. Ұлылар өлмей тұғын із қалдырған. Тарих қойнауынан сыр шертіп тұр. Қазақ елі ұрпағы ұлылардың. Сыңғырлата әлемге күй шертіп тұр. Бұл жер киелі болмас егер. Қазығұртта Нұх кемесі неге жатыр? Ғасырлар қойнауынан қалған іздер, үміт қылып ұрпаққа сыр шертіп жатыр. Бабасы бата беріп өркендеп ел, жеті атасын білгені мақтана жүр. Салт дәстүрін сақтаған ұлы елдің жарқыраған болашақ күтуде тұр. Уақыт тоспас ешкімді ілгерлей біл. Заманыңнан қалыспай ілесе біл. Қатарыңмен қатарлас, қалыс қалмай, дамыған ел қатарына қосылып жүр. Бейбітшілік ұранын өшірмесең, басыңа бағың келер дәстүрменен. Жеріңді сүйе білсең, өз анаңдай, бақыт құсы мекен етер ұлы жерде. Қазақ елі киелі, нұр шашқан жер. Сау саламатта болыңыздар. Күндеріңіз әдемі де сәтті болсын. Сау саламатта болыңыздар.